не ғой сұрайын деп едім, мен группадан сұрадым да бірінші өзім группаларынан, и олар маған типа прикол соқырды, сен басың істей ма деген сияқты. Вот, мен айтамын да, бүгінгі шыққан екі жаңалық менің ойымша байланысы бар осы екеуінің. Себебі тек қана бірінші бізде сенбі жексенбі күндерге 50 мыңнан аса халқы бар елді мекендердің барлығында жауамыз, жостық карантин енгіземіз деді да. И одан кейін атауға болмайтын адамдардың ауырып қалғанын естідік. Менің ойымша осы екеуінің байланысы бар шынымен де. Менің ойымша мен қалай ойлаймын, авторитарлы мемлекеттерде көбіне осы элиталарды байланыстырушы, біріктіруші адам, типа звено, ол басшы, да, диктатор, тікелей айтқанда. Ал диктатор это как бы гарант сияқты адамдарға. Мен тірімін, то есть менің косяктарым көп. Егер менің артымда ашсаңдар, сендер де ашыласыңдар, ал егер сендер ашыласыңдар, мен де ашыламын. Вот, то есть как бы это взаимное уничтожение, и сол үшін типа элита оларды қолдап отырады. Ал егер ол кетсе, онда таразының екінші жағы босайды да, и олардың арасында проблема туындауы мүмкін деген сияқты бір үлкен менде бір конспирологический идея келді да. Соған қалай қарайсыздар? Хан заболел. Главное. Жоқ, енді менің ойымша енді сол системада жүріп қой. Үндемей қойық, қорқып отқандай емес, әңгіме Назарбаев ауырып қалды. Көрдік, естідік, бірақ бұның бәрі өтірік пранк сияқты андай. Бәрі ауырып кетті ғой, шетінен ауырмай жүреді бәрі. Маска кимеген шығар. Оның бәрі андай әңгіме, ауыр тема ғой, менің миым үшінші. Сол, ең қызығы сол қайтып жұқтырып жүр деген сияқты нәрсе ғой. Біз мына жақта ешқандай карантин тәртібін сақтамай жүрміз, жұқтырмай жүрміз, енді оларды жесткаша. Синий Фантомасқа барған шығар, сол жақта жұқтырып алған шығар. Түсінгендер көп дейсің ғой. Понятно. Жаник айтпашы, сенің статусыңа ешкім әңгіме жазған жоқ па? Қарағандыдағы бір бала сотталып кетті деп, сен статус қойып едің ғой, соның айтқан сөздерін. Сторисқа. Жоқ, ондайды білесің ғой, аккаунт жауып саған. Аккаунтым жауып саған мен Инстаграмда. Сотталып, құрысын, аныз. Қайырлы кеш барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Алматы пікірсайыс федерациясының қолдауымен өткізіліп отырған Аристократ атты пікірсайыстың подкасттың пилоттық шығарылымы. Бүгін бізде Алтын Сапа клубының аға буындары Өзбек Әлиев Кенбай мырза және Мырзатай Жансерік мырза және Елета клубының мәңгі координаторы Кәленбай Әмина ханым және подкасттың жүргізушісі мен Мантай Асхат. Жалпы өздеріңіз білетіндей, сәуір айынан бастап көптеген турнирлер өтпей қалды. Енді неге бұл клубтар турнирді өткізудің басқаша жолын іздемейді деп ойлайсыздар? Сол клубтардың бірі осы Алтын Сапа екенін білеміз. Сұрақ неге? Айта бер, Жаник. Біріншіден енді атмосфера жоқ қой, қалай өткізсең де, онлайн өткізсең де, аплай өткізсең де, даже бізде не бар ғой, аспан астында өткізетін жарыстар, оларда да ондай атмосфера жоқ, не серьезно қарайды. И сол үшін, мысалы, біз жасағымыз келмейді бұндай ситуацияда. Алтын Сапаның атынан айта берейін енді. Андай қалай айтсам болады, бұрынғыдай не алмайсың да, кайф алмайсың жарыстарда. И фигня сияқты болып өтіп қалады. Сол үшін біз жасағымыз келмейді. И көп турнирларда соны түсінетін сияқты. И плюс еще тағы да екінші жағы бар, бұяқта ақша кім береді оны жасауға? Мысалы, біздің ақша өзіміз жинаймыз, бізде Казклуб никогда бөлмейді, өліп баратса да. Ал басқа клубтарға ақшаны бермейді, потому что уже все. Бұл плай өтетін болса, уже универдің өзі дебатқа не серьезно қарайды. Сол үшін клубтар просто клубтың өмір сүру үшін, клубты унижать етпеу үшін универдің деканаттың алдында жасамайтын сияқты. Толықтай келісемін, бірақ бір-екі нәрсе қосып кетсем дегім келеді. Осы жерде мысалы дебаттың форматы не үшін бізге ұнайды да, не үшін адамдар барғысы келеді дебатқа, не үшін бір кірген атмосферасын кірген адам шыға алмайды. Ол біріншіден сен әрқашан өзіңнің прогрессін көріп отырасың. Бірақ бірінші, екінші апта келдің, басың түсінбейсің ешнәрсені, анықтама не, дефиницияны вообще ештеңе түсінбейсің, но потом жайлап бір нәрсені түсініп, бір өзіңде бір прогресс көрген сайын соған қуана бересің да. Ол дебаттың бір кайфы дейді ма, сондай нәрсе. Екінші бір кайфы ол адамдармен тікелей көруің және олармен тікелей бір атмосферада жүруің да.
бірінші нәрсені шешуге болады. Zoom-мен болсын, Skype-пен, Microsoft Teams-пен шешуге болады. Бірақ вот именно Жаник айтпақшы атмосфераны ешнәрсемен шеше алмайсың. Мысалы, UIB-дің музыкасына барып, или бір жердің бір адамдармен сөйлескеннің өзі, ол өте көбірек кайф береді, чем просто ойнаған қарағанда. Ал сол үшін ойындастырған жоқпыз. Және біріншіден бізде пилотный программа болды. Өзіміздің арамызда жас буынның арасында бірнәрсе ұйымдастырдық. Ол жерде көрсетті, что әр адамдарда әртүрлі техникалық проблемалар көп болады. Біз қаншалықты жас буындарымызға идеально істеуге тырысқанымызбен де. Представь, енді осы кішкентай проблемалардың барлығын сен бір 50 фракцияға істейсің. Ол вообще жесть болады. И ешкіммен дұрыстап сөйлесе алмайды. Біз ұйымдастырушылар да бірімен сөйлесе алмайды. WhatsApp-та жазған бір бөлек, кездесіп айтқан бір бөлек қой координатормен. Осындай үлкен факторлардың жиынтығы турнир ұйымдастыруға біздің осы онлайн турнирлердің меніңше осы жақында карантин ұзартылады деп жатыр ғой. Меніңше бұл онлайн турнирлер бізге былай керек секілді, ауадай қажет секілді. Себебі осы жарты жыл 8 ай бойы дебат болмау бұл үлкен құрым деген секілді нәрсе. Жаңағыдай ақша жетпейді деген сияқты, ақша жоқ қой деген сияқты нәрселердің барлығы бұл жерде ақталмайды деп ойлаймын. Осы онлайн турнирлердің болашағы, даму үшін болашағы бар ма деген сияқты ғой. Дами ала ма осы жас буындарды қабылдаған кезде деген. Өтірік сияқты ондай әңгіменің бәрі ше. Ең дұрысы ояқта ойнадық қой бір онлайн турнир. Өтірік болып кетті, дыбыс естілмей қалады, андай технический проблема бағана айтып. Ішіңнен бәрін бар оқтағың келіп кетеді ғой, жан-жағын қарап, анаяқта іннің жүгіріп жүреді. Іннің қарайсың да, ой, еп дейсің да, құрты бар деп оңалады, анаяқта жарыс, камера тұрады, білмей кетесің. Жерге кіріп өлейсің, анаяқта еще 45 адам саған бетіне қарап отырады. Мұртың өсіп кеткен отырасың, сөйтіп жарыс. Қорадан барып, анау тауық қораны тазалап келген түрмен бар ойнайсың ғой. Үйге түсінбейді сенде дебаттан жарыс екен. Рас қой енді өлейсің. Ана жерде анандай қашып айтқан, бірақ есімде қалып деген сияқты ғой. Иә, телефон қарап ұрса. Мен бір нәрсе қосып кетсем жібердім, шеде Асхат мырза айтты ғой жаңа онлайн жаңағы дебатты алдағы уақытта жүргізе бергеніміз дұрыс секілді деп. Шынында да онлайн дебатты негізі өткізіп көруіміз қажет алдағы уақытта. Мысалы бізде оқу жүйесінде университетке қабырғасындағы оқу жүйесінде мысалы бұрын дәстүрлі оқу болды ғой, дәстүрлі оқу түрінде оқып жүрді де, и одан дәстүрлі оқу түріне емес, дәстүрлі емеске өткен кезде басында қиыншылықтар болды. Сонда қиыншылықтардан өтіп, одан кейін барып бейімделе бастады, ақырындап бейімделді. Енді мынау аяқ астынан карантин болып қалды, белгілі бір мына пандемияның болуына байланысты. Бұған ешкім дайын болған жоқ шыны керек. Карантиннің кезінде енді барлығы онлайнға көшіп жатыр да. Онлайн деген нәрсе, ол қашықтан оқу, негізі болашақта да болатын нәрсе. Оған біз ақырындап келе жатырық. Бұған біз жаймен бейімделіп жатырмыз да. И осы бейімделу барысында ол онлайнға біз бәрібір де көшеміз. Соны біз қазірден бастап жүргізіп бастағанымыз дұрыс. Я бағана айтып жатқандай, ақаулар болады, техникалық ақаулар, бірақ ол бастапқыда деп мен ойлаймын. Басында шынымен қазір біз 100% адамдар оны техниканы дұрыс әлі меңгере алмайды. Бірақ қазіргі таңда цифрлы Қазақстан деп жатыр ғой, соның өзіне. Түсінікті. Амин ханым, қалай қарайсыз, егер мысалы біз қарапайым дебаттың, мысалы, как бы традиционный деп алайық уже, соның имитациясын, нелер бар ғой, сайттар бар ғой, челлендж бірдеңе деген сияқты, турнама деген сияқты, сондайларға салып қойсақ, мысалы, бізде наче команда бар, олар былай-былай ойнайды, ол сетті мынандай алдын ала, и мынаны көріп отырасың. То есть әр уақыт сайын адамдар кіріп, өзінің қашан жеңілгенін немесе қайнағанын көріп отырады. То есть получается публичный запись жүреді. И қалай ойлайсыз, сол көмектесе ма? Қалай да бір алдыңғы традиционный как бы ненің турнирдің типа атмосферасын создать етуге? Жоқ, ол алдыңғы біздің өтіп жүрген турнирлердің атмосферасын бере алмайды. Бірақ оған біз жаймен деп келуіміз мүмкін да, ақырындап келе аламыз. Себебі, мысалы, басқа шетелдерді қарасаң да онлайн түрде дебат өткізіп жатады негізінде.
и мен мына жақта қарадым, белгілі бір сайттар бар ғой, ол сайттарда дебаттар өткізіледі, бірақ тек қана жазу тәсілі бойынша. Мына жақта сұрақ қойылады, осында чат ашылады да, сол чатқа сұрақ қойылады, сол сұраққа жазу арқылы жауап береді. Сондай сайттары бар. Понятно. Мен қандай болатынын мен нақты айта алмаймын. Аха, түсінікті. Мен қазір көріп жүрмін ғой, енді қазіргі интервьюларды көп көремін да, и интервьюлардың қазір көбі неге айналып кетті? Онлайнға да, скайппен болсын, зуммен болсын, и бірге бір адам ретінде, мысалы, бір адам интервью алатын отыр, и интервью беруші адам отырады, и ол нормально көрінеді адамдарға, былай қарасаң да, то есть это можно смотреть, ютубқа кіріп болсын, как подкаст ретінде болсын, ал мен көруге тырысам, это невозможно смотреть реально. Сен түсінбейсің, біреуінде қиналдайды, біреуінде не қылдайды, и вот этот моменттар как бы адамның настроениесін құртады да, осының барлығы. И даже оны комментарийда жазып жатады, ой, типа нең бар еді мына видеоны шығарып деген сияқты. Вот. Ондайдың бәрі кайфоломка ғой негізі. Былай айтқан ондай тема вообще именно дебатқа келген жүрмейтін сияқты менің ойымша. Лучше просто карантин біткеннен кейін енді айтып отырып созылады, типа оқу на дистанционке. Солай и так та түсіп жүрген. Қазіргі дебат алмаймын керемет деп. Қазіргі дебаттағы уровень вообще совсем дно ғой, біздің дно. Мысалы, бұрынғы дебатты көретін болсақ, солар жайлап анау кім Бердімұрат, Нұртуған, солардың жылдары бар ғой, олар көтерді бір нәрсе қылып, сол дебаттың уровень қызықтау, кішкене фактілер қосып, андай реально дебатты өзгертті да. И біз сол точкада қалып қалдық. Қазір андай понятие бар дебаттың ішінде. Қазіргі дебат ол аристократтардың дебаты деген сияқты. Это к чему? Типа факт айтады, түсіндірмейді оның факт не үшін керек екенін, осы аргумент осылай. Короче, біз бір орында точкада тұрмыз. Ешкім қызық қылып күлдірткісі келіп өткізбейді. И короче, и так та біз днода тұрғандықтан лучше демалып, дебатты кішкене кітабы бар ғой, зерттеп, дебат на самом деле қалай ойнау керек, әзіл қосу керек деген сияқты сондай заттар. И андайлар бар, кейбір региондарда бар, енді өтірік айтпақ қойық. Біз жақта да бар енді ондай игроктар. И қуып кетеді, әзіл тығып, ойбай, ойын ұмып кетеді, соны прикол ұстап, жынданып. Енді мен не айтқым келіп отыр, қазір мынандай жазып, чатпен, дебат ол вообще өтпейтін тема. Реально келгенде кайфоломка отыр сол моментте. Так что, менің ойымша енді күте тұру керек. Тем более, Амина ханым неожиданный карантин болып қалды. Ол реально неожиданный бүкіл әлемде карантин қойып отырған кезде Қазақстан қарап тұрды, сосын ой, бізде карантин Жаник, мен сен көп сөзімен келісемін да, осы дебаттың типа форматы жайлы, бірақ қазіргі дебат төмендегімен мен келісемін. Не үшін? Себебі Нұртуған, Бердімұрат ағалар, олардың барлығы қанша 6 жыл ма? 6 жыл плюс ойнаған адамдар да, ал қазіргілердің ең көбі, ең топтары кім, жарқасын ағалар ма, ең жас үлкендері, олар енді 4 жылдан енді асып отыр. Даже, может, болмағанда шығар 5 жыл. Вот. И олардың әлі опыты болсын, оның барлығы салыстырмалы түрде по-любому аз ғой. И біздің арамызда еще бір прикол ретінде жазған едім, не жоқ, клубтардың арасында ешқандай конфликт жоқ. Барлығы дос, барлығымен, и барлығында ешқандай бір мотив жоқ, сен бармайсың, мен Нұрмұхамед от тастауым керек, қанат тастауым керек, университет тастауым керек деп бармайсың ешкім ешқандай турнирға ше. Сен барасың, жеңу керек, кубок алу керек. Возможно, мен сөйлесуге болар, мен айтпаймын, есіңдер дедім да. Вот, и осылардың себебінен қазір дебат деңгейі төмен дегенде қалай, өзі үшін нормально, но бірақ бұрынғы емес асырғанда қалған клубтарды айтпақ қойын, бізде енді алтын сарыда ашығын айта едік, ел естіп отыр ғой. ТО мен бізге дейін, біздің буынға дейін ТО мен конфликт болған, жосты конфликттар. Құралбек ағалар қалдырып кеткен конфликттар болған. Енді соғыстасы нормально. Қазір біз ТО мен реально жақын дос, барлықпен ТО ғана емес. Енді имеется к чему я қазір енді келетін буындарды жау қылып көрсету керек, реально сөзде война өтірік мұхаммедтермен кездесіп кейін бір жылдан кейін айналып келіп көретін бе не болып отқан? Оларға түсіндіреміз ғой, бәрі қырылтып алып ше, зато өшеді. Бұл да қызық нәрсе негізі. Дебат ойындары болып шықпай ма? Жоқ, менің ойымша наоборот андай не көбейеді, эффектність көбейетін сияқты. Ондай қырылу болмайды, просто олар максимально дайындалып келуге тырысады. Не потому что, чтобы кубокты алу, именно сол противниктерді үшін деген сияқты, біздің жауымыз деген сияқты.
сондай үшін олар дайындалады. мен мынандай легендаларды естігемін аға буындардан, типа турнирға баратын кезде өзі жеңіп тастаған келетін адамның ВК страницасын кіріп разбирать ету, типа қандай посттар репостады, бұның идеясы қандай, нені жақсы көреді, короче, и ойында соған ұнайтын заттарға прикол ұстау деген ше. Сондай легендаларды естігемін енді, ондай істеген адамдарды деп. Бірақ қазір көрмеппін шынымен де біреудің страницасын кіріп отырып, мынаған не қызық деген заттарды. Но иә, дәл осы нәрсе бұрынғы адамдардың қырылыс кезінде пайда болған дүниесі, иә. Өсек жақсы айтады екенбіз да. Бірақ мына жерде солай бір-бірін ұрыстыруға үйретеді болса, мысалы жаңадан құрылатын топтар бар, жаңадан топтар бар. Соларға теріс керек. Мысалы жаңа болдасын қалыптық. Типа оларда көпсекте аға буындар жоқ, сол дайындауға деген. Менің ойымша кері әсер етпейді. Асхат мынандай ғой, типа жаңадан құрылып жатқан клубтарға клуб аралық конфликті қандай әсер етеді. Негізі барлығымызға ешкімге өтірік емес. Менің ойымша шынымен айта беруге болады сияқты бұл нәрсені. Ешкіммен бітіріп отырмаған болады. Алматыда 4-5 клуб бар. Негізі Алматыда 15 ба, 14 клуб бар санауым бойынша. И солардың ішінен 4-5-еуі самый топтар, и олардың айналасында қалған клубтар жинақталады. Мысалы, бір клуб бар, қасында дочерний деген сияқты или идеологиялар ұқсас, и олар в каком-то смысле бір-бірінен тәуелді сондай фракциялар бар клубтар. Біреулер налармен атын айта алмай қойсайын. И жаңадан құрылған клубтар сол кландардың біреуіне кіру керек болады по-любому. Ол ұрысып жатқан кезде болсын, ұрыспай жатқан кезде болсын, бәрібір кезде ол кіреді. Менің ойымша солай. Бұл немес жаман сөз емес, бұл просто табиғи процесс, и бұның бар екенін қабылдау керек. То есть сен ұрысып жатсың, жаңа клуб пайда болды, и ол по-любому бір фракцияны таңдайды өзіне. Типа какой-то бір мектеп ұнаған клуб болуы мүмкін, жақын клуб болуы мүмкін, жақын университет болуы мүмкін. Егер мирный кезде құрылған қазіргі клубтар, олар да біреуін таңдауына тура келеді. Не получается такое, чтобы барлығымен доступ болып, ондай болмайды негізі ондай нәрсе шынымен де. Бірақ енді менің жайын сөзім шығар, арамызда жаңадан клуб ашқан адам отыр, сол кісі сөйлесін осы темаға, опыты көп бол кісінің именно сол жаңадан ашылу жағынан қарағанда. Иә, жаңағы бұрынғы кездегі мен қазіргі кездегі салыстырмалы түрде айтып жатсыздар ғой. Жаңадан құрылған клубқа байланысты мен айтқым келетіні, шыны керек, мен клубты ашатын кезде, ашқаннан кейін де барлық пікірсайыс клубтарына тек қана сыйластықпен қарайтын, барлығын үлгі тұтамын да. Белгілі бір клубты ерекшелеп алып, соған қарай еліктеп, немесе тек қана солардан ғана тәжірибе алып деген сияқты ондай бізде ондай болған емес. Себебі басында мен ашылған кезде әрине маған қиын болды, мен басында ештеңе білген жоқпын. Пікірсайысқа мектеп кезінде ғана қатысқанмын. Одан кейін консерваторияда дебат клубы болмағаннан кейін шынында да мен сұрадым, дебат клубы бар ма бізде деп. Мен КДМ-нің құрамында жүргенмін, сол кезде бізге Нархоз университетінен ТО-дан турнир келіп түсті. Сол кезде мен шынында да ойладым, бар ма сондай турнир бізге келіп жатыр, бізде дебат клубы жоқ па, неге бізге жіберіп жатыр ондай деп мен ойладым да. Сосын іздей бастадым ондай нені консерваториядан. Сосын ондай клуб жоқ екен. Содан кейін ойладым да, мен өзімнің қызығушылығым бар. Маған оны біреу бере алмай тұр мына жақта. Неге мен оны өзім өз қолыммен жасамасқа деп енді солай ойладым да. Сол күні кешке мен осы Instagram парақшасы арқылы тауып алдым. Тараздан бір кісіні таптым, Асхат деген еркін пікір алаңының еркін ойлар алаңы. Сол кісі арқылы маған ол кісілер Диал Қазақтың координаторының номерін берді. Мен сол арқылы Диал Қазақтың координаторымен Бауыржан мырзамен кездесіп, сол арқылы басында жоспарларды сол арқылы сол кісіден білдім негізі. Ол кісі мені турнирге апарды, таныстырды, осындай клубтар бар, осылай әр апта сайын осындай турнирлер болады деп мені таныстырды, координаторлармен таныстырды. Одан кейін мен Алтын Сападан Мадинаны танитын болғаннан кейін бір мектепте оқығанбыз, Нұржан Мадина. Сосын Алтын Сапаны біле бастадым. Алтын Сапа. Одан кейін білесіздер, мен мастер-класстарға шақырып жүрдім. Шынында да басында Алтын Сапаны шақырдым, Диал Қазақ шақырдым, ТО-ны шақырдым. Себебі басында осы үш клубты мен танып жақсы білдім. Одан кейін барып басқа клубтармен араласа бастадым. Бірақ соның өзінде басында осы үш клуб маған ерекше көмек көрсеткен күннің өзінде мен басқаларын бөліп жармаймын бұл үш клубты. Білемін,
қай клубтың дәрежесі қандай екен, ойын пікірсайысшылардың қандай екен, біз тек жаймен ақырындап дамып келе жатырмыз да. И бізде ондай біреуге ұқсап немесе тек қана соның белгілі бір мәдениетін, құндылығын алу, ондай нәрсе бізде болған жоқ. Мен өзімнің сол бүкіл сіздердің осы қазіргі таңдағы пікірсайыстың дамып жатқан аясына қарай отырып, мен өзімнің ойымдағы жоспарды, өзімнің ойымдағы құндылықтарды қалыптастырдым өз клубыма. Себебі мен шын керек клубыма келген кезде айттым, ешқандай орысша сөз қосылмайтын болсын, себебі бұл қазақ пікірсайысы, сосын ешқандай эмоцияға бермей, дұрысы нақты мәдениетті түрде ойнаңыздар. Басқа клуб мүмкін енді өздеріңіз көріп жүрсіздер. Соны айтқаннан кейін маған енді шынымен де клубынан бір басында келді. Неге орысша сөздерді қосып айтып жатыр ғой бұл кісілер, қанша мықты ойнап жатыр, иә білеміз, орысша сөздер бар, осындай нәрселер бар, кішкене цензура дегендер де кейбір кезде болмай қалып жатыр, сіз мәдениет туралы айттыңыз ғой деген сияқты маған айтады да. Бірақ мен шынында да мәдениетті қалағаннан кейін сол жағына тәрбиеледім да, и сол бағытпен тәрбиеленіп келе жатыр. Бізде бір белгілі бір жетістік бар деп айта алмаймын, бірақ соның өзінде бір ақырындап бір баспалдақпен көтеріліп келе жатырмыз. Амина ханым, вот мен де осыны айтқым келген. Әрине барлығымен дос болған, барлығынан барлық 15-16 клубтан барлығынан жақсы заттарды алу өте күшті, иә. Бірақ мынандай ғой, кейбір клубтардың предпочтениялары, цельдары басқа клубтармен сәйкес келмейді. Мысалы, сіздер айтасыз ғой қазір, мен қаламаймын, что менің ойыншыларым эмоция қосқандығын немесе тағы да басқа істегендігін, но басқа клубтар бар Алматыда, кім екенін өздері біледі. Олар эмоцияға реально көңіл қояды. И мысалы маған өзіме ол нәрсе ұнамайды. Себебі маған фактпен сөйлеген ұнайды сөз. Нет, мысалы прикол айтуға болады, мен оны емес, мен басқа нәрсені айтып жатырмын да, қандай эмоцияны жалобыға не қылады. Ондай нәрселер көрдіңіз бе? Мен әрине бұл жаман сөз емес, просто клубтар болады, жаңадан пайда болған, и олар по-любому өздеріне бір жақын клубты таңдап алады. Өздеріне, сол адамдарды өздеріне басқаша көреді по-любому. И олардың ол предпочтенияларына байланысты ол ұрысқа или дос уақытында вообще тәуелсіз деп айтқым келген осы нәрсе. Жаңа клубтарға әсері жайлы. Бірақ мынандай нәрселер, жаңағы нәрселерді жаңағы айтып кетті ғой, жаңағы соған байланысты нәрсені дұрыс секілді. Себебі бұл нәрсені жасайтын болсақ, саясат көбейіп өте жоғары. Бұған байланысты мен айтайын, бізде ең дұрыс үлкен проблема төрешілік. Ол не только в Алматы, барлық жерде. Біздің төрешілік реально кончен, ол именно қазақ дебатының несінде вообще дұрыс қаралмаған дүние. Ой, брат, ой, әпкешкам, тетькам, кеңгешкам деген тема көп та бізде ше. Соны бір нәрсе айтып жатырмын да, естіді ма? Мен айтқым келіп отырған қазіргі кездегі төрешілік реально конченый төрешілік. Потому что болып жатқан проблемаларға андай қылып қарайды да. Бізде проблема қандай, әпкешка, теткаға деген сияқты бере береміз да, біз адамдарға нені бере береміз. И сол проблема бір нәрсе қылып шешу керек. Мен қазір жаймай төрешіліктің проблемасы федерация анау мынау деген сияқты. Бірақ сонда да көп нелер, клубтар андай ғой, өздерінің төрешілері ерегісі келмейді, біз өзіміз тәрбиелеп анау проблема болған, бекітсақ, қаншама хайвай болды, біз айтқанбыз, давайте бәрін бір регламент жөндетеміз, істетеміз десек, кейбір клубтар ойбай, біз өзіміз үйретеміз, біздің тарихымыз бар, аталар бастырып тарихта не істейміз, біз бір жерімізге тығып қоямыз, жоқ серьезно ғой. Мына жақта таза жөндей алмайсың, ең проблема шығарады да, бір сөз түсінбейтін клубтар бар да. Біздің аға буындарымыз өзі тәрбиелеген деп. Кейбір клубтар білеміз ғой, аға буындар қалай ойнайтынын, қалай төрешілікке асаған, неше түрлі история естисіз ғой, дебат болғаннан кейін өсек көп жүреді, неше түрлі әңгіме естігенбіз. Сол клубтардың аға буынға қарауы, это тупость сияқты. Вообще аға буындардың системасын алып тастау керек. Тек қана координатор сол проблеманы шешу керек. Осы менің ойымша, пока что төрешілікке байланысты бағанағы біреуге беріп жүруге байланысты осы. Ярай.
аяқта опешка бар. Біреуге біреу беріп жүру жаңағы пікірсайыстағы саясат деген дүниелерді негізі жаңадан енді еніп жатқаннан кейін де мен оны білмеймін шын керек сондай нәрсе шынымен бар ма жоқ па сол жағына аса қатты да мән бермеймін себебі басында келгенде мен пікірсайыстың бір керемет орта екенін көрдім содан кейін де мен ойладым пікірсайыста ондай бір саясат деген дүниенің жоқ шығар деп мен негізі ойладым себебі бізде өнерде болғаннан кейін кез келген конкурста өнер конкурстарында міндетті түрде дауысы болмаса да әйтеуір ақша берген адам немесе бір өзінің танысы бар адам жеңіске жетеді да ал бәрібір сондай жағдайлар көп болады ал бізде пікірсайыста мен басында ондай нәрсені бар ма жоқ па білмеймін енді сіздердің өздеріңізге қарап айтып жатқаным ғой бірақ жоқ деп мен 100% сеніммен келгенмін негізі Амина ханым ол ондай сеніммен келген иә бізде барлығымыз солай келеміз ғой анау жаспын болып келген кезінде саған ешкім айтпайды мынау төреші мынандай ну енді как бы көп клуб айтпайды өзін құрметтейтін клубтар айтпайды жас буындарына саясаттың бар екендігі жайлы вот и сен келесің басында барлығы күшті барлығы честно барлығы по факту сөйлеп отыр прям ризасың ана жерде прям это любовь для тебя ананың барлығы дебаттың барлығы но потом жайлап өсе келе где то аға бұнан жеңіліп қаласың че то сенің ойыңша жеңген сияқтысың или бір жерде тағы бірдеңе қылып қаласың кішкентай заттар жиналып саған бір ощущение береді да что какой-то бір стена бар сен стенадан өте алмайсың деген сияқты и ол сенің логикаңа или ойлау деңгейіңе мүлде байланысты емес и сен түсінесің что оказывается мынандай заттар бар екен мысалы менде болған андай жағдай бізге аш төрешілік болады аш төрешілік айтады сендер жеңдіңдер дейді но ертең бізден жеңіліп қалған команда ертең сен 4 победамен өтіп кетеді и ана жерде сен типа қаншалықты ана төрешімен брат дос болып жүрген күннің өзінде де олардың проблема олар шешіп жатқан жоқ олардың аға буындары шешіп жатыр да и ол нәрсе болады шынымен де и мен осыны Жаникке қосыламын осы темада клубты басқарушы ретінде енді әр клубтың өзінің темасы ғой ол нәрсе біз араласа алмаймыз ғой бірақ жалпы концепция ретінде менің ойымша клубта основной руляктар не болу керек координатордың поколениясы болу керек мысалы координатордың поколениясы 2000-дар ма сол 2000-дардың поколениясы клубты толық басқару керек ал 99-98-дер или одан жоғары вообще олар клубтың ішкі темасына араласпасын да не болып типа лицо болып но араласуын қашып түсіндім бұл нәрсені қалай шешуге болады деп ойлайсыздар қазіргі АПФ-тің ұйымдастырып жатқандарынан бөлек мысалы мен ойлаймын типа осы АПФ-тің төрешілерін барлық турнирдің плей-офф кезеңдеріне ол жайлы сөйлескенбіз негізі давайте қойық солай плей-оффта қойық деген сияқты естіліп тұр ғой иә оған қайтадан сол АПФ-тің жиналысында бәріне айтамыз кейбір клубтар тұрды 1-2-3 клуб біздің аға буындарымыз бар олар болу керек төреші по-любому сенің аға буындарыңда предпочтение бар бір игрокқа деп түсіндірген күннің өзінде олар өкпелеп қалып жатыр да жоқ біздің аға буындарымыз әділ ойбай қайда әділдік өтірік қой даже алтын сапаның өзінде мысалы енді просто мысал айтайыншы келіп там не знаю оған Бердімұраттың айтты и Бердімұратқа қарсы мысалы там кім условно Кембай ойнап жатыр десек ол Кембайды онша білмейді былай ал Бердімұрат жақсы көреді сол Бердімұратқа бере салады и ол үлкен во-первых ойнай алады деген сияқты ешкімге сомнение болмайды Нұртуған төреші деген сияқты и сондай проблемалар бар сол үшін плей-оффтан бастап до конца до финала АПФ-тің төрешілері болу керек АПФ-тің төрешілері 100% мықты керемет ойбай дей алмаймын бірақ олар хоть чуть-чуть андай түсінеді да олар сол АПФ-тің авторитеті үшін болса да бір жерлерін қысып дұрыс шешім шығарады менің ойымша дайындап төрешілер объективті түрде қарауға тырысады и сол шешім шығарған кезде иә солай ғой соны айтқым келіп отыр и сол үшін сондай зат істеу керек Жаник мынандай тема ғой бұл жерде жалпы мысалы да как бы бір теория айтайын спорный болуы мүмкін бірақ естігім туралы сияқты мысалы не үшін дін маңызды дейді адамдарға мысалы алдын бұрын тайпалар болған и тайпаларды біріктіру керек себебі тайпа бірікпесе оны басқа тайпа келіп жаулап алады и адамдар не істейді адамдар бір лидердің айналасында бірігеді бірақ лидерде адам ғой лидерде өліп қалады и ол сосын тайпа тұрады да басқа нәрсе ойлап табады ол идеологиялар әртүрлі принциптар и сол принциптердің айналасында бірігеді адамдар то есть біздің тайпамыз ол нелеге типа неде құрбақаларға табынады емес бірдеңе болады да и соның арқасында тайпа бірігіп жүреді и тура сол сияқты бізге төрешілерге бір не керек сияқты бір общий стандарт бар
и стандарттарды негізгі принциптерге негіздеу керек сияқты. Мысалы төреші ең әділ адам, сен әділ адам ретінде бір күшті болуың керек деген сияқты. То есть сен айта алмайсың адамға ақылды бол деп, бірақ сен айта аласың адамға әділ бол деп. Вот сондай принциптарға негіздесек, бүкіл төрешілердің барлығын сонда ол нәрсе жоғалмайтын сияқты. Ал егер біз белгілі бір кішкентай заттарға негіздесек оларды, адам ретінде или давай как бы осылайша шешейік деген сияқты бір нәрселерді. Братан, күтіп алайын, сен сөйлесе беріңіздер, подкаст 2 минут күтіп алайын, есікті ашайын. Давай. Не отыр ағайындар. Сізге сұрақ дейді. Болды, ехала. Иә, жаңа төрешілік жайында айтылып жатыр ғой, соны қазір осы ортамызда АПФ-тің премьер-министрі Жансүгіров мырза отырғаннан кейін тікелей сол кісіге сұрақ қойғанымды қойсам деп едім негізі. Төрешілікке қатысты. Ұсыныстарыңыз бар ма? Ұсыныс дегенде, мысалы, төрешілікке қатысты нәрселерді бір сұрайын деген сізге. Иә. Бізде қазір алдын АПФ-те төрешіліктің бірыңғай ережесі, барлық турнирлерге арналған бірыңғай ереже заңдылықтары қабылданып жатыр ғой. Және жаңа алдыңғы әңгімелерде айтылды да, мысалы төрешілікке байланысты немесе белгілі бір ережелердің координаторлар, аға буындардың қойып кетуі және соны координаторлардың жүзеге асыруы, немесе жаңадан келген координатор соны өзінің жаңадан бір дүниесін әкеліп қосуы деген сияқты. Енді мен сұрағым келеді, сіз қазіргі таңдағы АПФ-тың құрастырып беріп жатқан төрешілігі болашақта дәл осы бір заңдылық жүйесінде кете ме, осы АПФ-тікінен кете бере ме, жалғасып, мысалы қаншама поколение ауысса да, немесе сондай бір поколение ауысып жатса да бір заңдылық жүйеде қалатындай бір деңгейде қалдыра аламыз ба, немесе оған да бір арнайы бір өзгерістер кетуі мүмкін. Өзгерістер по-любому енеді, потому что көп клубтар бағана келіспеушіліктер болып жатыр ғой. Енді менің чисто өзімнің ойым бойынша, енді координаторларды жинап сөйлесіп көреміз, бірақ мен ультиматум қойып тастаймын. Реально дебатты жөндеген кезде сондай ультиматумдар қойып тастау керек. Біз заңдылықтар қоямыз, бәріне удобный қылып, бағанағы төрешіліктер қалай болады, кімдер барады, қалай болады, оның бәрін қойып беремін. И оған келіспейтін клубтар болатын болса, ол клубтардың жарысына тупо бармай қоямыз. Либо ол клубтарды вообще жарыстарға араластырмай қоямыз. Өздерімен өздері ойнап ішкі турнир өткізе берсін деген сияқты. Просто жын ұстайтын зат, кейбір қалаларда сондай система бар да, и сол системамен бәрі жүреді. И ол олардың турнирларда бәрін нормально, бәрі бір заңдылыққа сүйеніп жүреді сол қаладағы жарысында. И сол зат маған қатты ұнайды да. И бізде Алматыда ондай система жоқ, потому что барлық клубтар бізде кісі ғой, ойбай, бәрі шетінен құрап саған, істеп саған, бәрі шетінен керемет кісілер да. Бірақ жаман заттар істейді ол клубтар, мен өзім лично білемін ғой. Сол үшін менің ойымша келесі жылдан бастап вообще ультиматум қойып тастаймын. Ультиматумға келіссе, келіспесе вообще араласпақ қойсын, дебатқа өздерімен өздері ойнай берсін. И по-любому менің ойымша үлкен клубтар қолдаса ол система, қолдайды по-любому олар. Бастықтар істейді ғой, барлық клубтар бәрі түсінетін шығар, не үшін істеліп жатқандығын түсіндіріп көреміз. И менде андай тема жоқ та, бұл зат істесем, алтын сапаға көмектесіп жүремін, немесе ТО-ға көмектесіп жүремін, потому что жақсы араласам. Ондай тема вообще болмайды. Өзім дебатына вообще шығайын деп жатырмын мен. Чисто осы АПФ-тің темасымен айналысам, и өзім тек жұмыстарым болып отыр қазір. Сол үшін өзім дебат ойнамаймын, бірақ осы затты қадағалауға тырысамын. И сол үшін бәріне удобный концепция жасап көреміз. Бек бар, бек жүреді ғой енді шеф жанымызда. Сол шеф екеуміз көреміз енді жасап бәріне удобный қылып. По идее, АПФ-те саясат болмайды не үшін? Потому что мен СДУ бұрында жек көреді. И СДУ-дың адамы мен келіп, осындай істейсің ба деп келіп, СДУ емес, енді сондай сайлаған кезде давай істейік деген сияқты Бек маған айтты да. И бұның өзі көрсетеді, то, что Бектің ішінде де арам ой жоқ. Реально дебатты жөндеу үшін жүргендігінде. Потому что орыс лигасын көреміз, ағылшын лигасын көреміз, анау Катардағы дебаттар бар ғой. Европаның дебаттарын көресіз, мен әшейше ішіңнен жының ұстайды да қалады ғой, әшейше қазақ дебатын көріп ішің күйеді да. Сондай ойлар көп, реально идея көп жасауға болады. Просто қалай айтсам болады, андай сөз бар ғой, қазіргі біздің дебатта жүрген кейбір клубтар, андай орыстарда сөз бар ғой, родились серебряной ложкой в заднице дейді ғой. Көттерінде серебряный ложкамен туылған адамдар сияқты болып жүреді.
кісі вообще солардың кісіліктерін басу керек, сөйтіп жайлап сөйлесу керек сияқты. Сол мен ойым. Деревня листа подружилась с деревней облако деген сияқты болды ғой кәдімгідей. Енді айта берейік құрсын. Негізі мен осы высказываниялар көп айтам, сол үшін мен көп адам жақтыртпайды негізі. Бірақ дұрыс жағын ойлап айтасың да енді. Нормально. Бірақ енді осы подкаст шыққаннан кейін көбісін қалуымыз мүмкін сияқты ғой. Бірде төрт өте алмаған дейсің ғой вообще. Ойнамай ғой по-любому, сол үшін жиналыстарда сізге арнап бүкіл жиналыста бір жиналыстарын айтасыз. Айта берсін, айтылмай жүрген зат па. Үйреніп қалдық қой дейсің ғой. Сондай ойлар пока. Жалпы осы біздің подкастымыз жайлы жалпы не ойлайсыздар? Қандай минусы бар, қандай плюс бар, ары қарай жалғастыру керек пе, жоқ па? Қандай жерін деу керек деген сияқты байланысты. Сіздерге жалпы ұнады осы? Өте қатты ұнады негізі. Просто минусы жоқ, бірақ болашақта басқа клубтардан да енді аға буындарды шақырасыздар ғой. Сол кезде менің ойымша сол аға буындар ғана емес, шақырған дебатерлардың сондай өзі қысылып, ойбай дебат деген андай, дебат деген жақсы сөйлеу керек деген сияқты понятие емес, өз ойларын кәдімгі ашық жеткізіп, прям просто сөйлей берген дұрыс сияқты менің ойымша. Сол менің ойым пока что. Мен айтқым келеді, осы бірінші бүгін шығып жатқан подкаст, жасап жатқан ұнап жатыр әрине, дегенмен мен өзімнің бір ойым бар да, белгілі бір нәрсені көретін кезде, мен немесе тыңдайтын кезде, ол нәрсені мысалы пайдалы болатын болса, уақытың пайдалы өтеді, ал егер де сен ол уақыт барлығын тыңдап, бірақ бір пайдасы болмаса, бекерге кеткен уақытың болады. Сол үшін мысалы бұл подкаст шыққаннан кейін де көптеген пікірталастар орын алуы мүмкін. Себебі бізді тыңдайтын ол көптеген мықты пікірсайшылар, азулы мысалы бұрыннан бері жүрген аға буындарымыз пікірсайыстың азулы пікірсайшылары деп айтуға болады ғой. Енді сол кісілердің тарапынан біз сынға ұшырап қалуымыз мүмкін деп мен негізі ойлаймын. Сондықтан белгілі қанша уақыт мына жерде қандай сөз айтып, өз ойымызды айтсақ та, әйтеуір бір аз да болсын, бір 10% болсын, бір пайдалы нәрсе үлес қосып кетсек деген менде ой бар. 10% болса да бір пайдалы ақпарат беріп кетсек. Енді қаншалықты пайдалы болып жатқанын мен білмеймін, бірақ мен өзімнің жеке пікірім осылай. Және мен жаңадан құрылып жатқан клуб ретінде, енді қосылып жатқан осы пікірсайыстың ас үйіне енді қосылып жатқан клуб ретінде мен өзімнің ойымдағы көкейімдегі сұрақтарды қойып жатырмын, және осы жерде естіліп жатқан әңгімелерге байланысты өзімнің ой пікірімді білдірдім деп айтамын. Былай ғой, Асхат қойған сұраққа жауап беру үшін негізі вообще подкаст не үшін керек деген сұраққа жауап беру керек сияқты вообще изначально. Подкастты менің ойымша көп адамдар машинада жүрген кезінде, бір нәрсе істеп жатқан кезінде тыңдайды, типа информационный шум ретінде да. И подкасттың қызығы сода, ол информационная нагрузкасы это минимально болады. И ол подкаст типа обо всем, но по чуть-чуть, типа просто поболтали, короче, вот сол үшін. И адамдар соны информационный шум ретінде тыңдайды. Енді сұрақ просто біздің сөздеріміз вообще айтқан әңгімелеріміз қызық па аудиторияға? И рынок решает дейді ғой, адамдарға қаншалықты қызық болды. И ол ары қарай өте ме, өтпей ма? Ал егер мысалы біз бүгінгі адамдар қызық алмаған болса, онда басқа адамдармен көру керек қызық қылып ше. А на самом деле подкаст это бір жақсы идея негізі, себебі бұл да бір контент, бұл да бір даму бағыты, и бұл да бір адамдардың ойын білдіруге арналған площадка. Бұл бірінші. Екінші нәрсеге байланысты келген адамдарға мынандай болу керек, максимально олар өздерінің ойларын ашық айту керек сияқты. Ал егер келіп мен мына клубқа жақсы қараймын, мыналар нормальный, мыналар жақсы дей берсең, ол подкаст қызықмайды. Это просто уже типа Нұр Отан жақсы күшті деген сияқты әңгімемен болады. Біреулер бүгін типа инстаға пост салып жатыр ғой, ойбай біздің бірінші президентіміз ауырып қалыпты, жазылып кетсін, аумин. Типа жаман деген сөз просто как общий ретінде да. Вот тура сол сияқты болып қалатын сияқты. Ал егер адамдар ашық айтса, четко айтса, маған мынау ұнамайды, короче, мынандай айтып жүр десе, онда адамдарда провокация болады біріншіден. Екіншіден ол сөз еркіндігі бір жағынан. Просто бұл жерде не қылмау керек сияқты айырмашылығы бар да, жесткий критикамен, и екіншісі просто обсирать деген нәрсемен. Осы обсирать деген жағын өтпей, жесткий критика айтылатын болса, онда
қызық болады ары қарай да жалғастыра береді. Просто адамдардың ойында жүрген заттар көп негізі. Адамдармен сөйлесең, негізі былай деген сияқты. Солар жайлап шығарып алу керек ішінен адамдардың. Вот менің ойымша. Подкаст қызық болу үшін, ары қарай өту үшін ол нәрсе. Иә, мен де Үскенбай мырзаның айтқандарымен келісемін. Шынымен де әр кезде әртүрлі адамдар келген кезде олардың айту ойларына немесе жүргізілуіне қарай әртүрлі деңгейде өтеді ғой. Ол енді бүгін біздің шығарылып отқан бұл бірінші шығарылым ғой. Сондықтан бірінші шығарылым есептелгеннен кейін ол қаншалықты қандай деңгейде екенін алдағы уақытта басқалармен салыстырмалы түрде көруге болады. Мен ойлаймын енді келесі жолы подкаст бұдан да қызық болу үшін кешірім өтінемін шықпайтын болсын. Не ғой, нелерді шақыру керек, шақырмау керек, точнее қандай адамдар. Патриот, Қышмабек патриоттар бар ғой, кайфоломкалар ше, соларды вообще шақырмау керек. Кәдімгідей критика айта алатын адамдарды шақыру керек. Жоқ, реально ғой, а то не қызығы бар, көргісі келмей қалады елдер, ойбай интервью сияқты қылады. Жоқ, негізі Жансерік мырза мына жерде патриот деген адамдар мысалы бар ғой, енді ол кісілердің де өзінің мысалы басқаша көзқараспен өзінің ойын білдірулері мүмкін да. Қанша жерден олар патриот болып жүрген күннің өзінде бұл жерге келген кезде басқаша бір пікір айтуы мүмкін. Оны біз білмейміз ғой, ол қанша жерден ол жерде айтылып жатқан әңгімеге орай ол басқаша бір ой білдірулері мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан ол білуге мүмкін. Ондай болса, типа андай болу керек қой. Сондай өтірік Қышмабек патриоттарды шақыратын болсақ, андай чындыларды шақыру керек қой. Соларға қарсы шығатын подкаст екеу бір-біріне тұрып мнение алмасып. Иә, соны айтып жатырмын. Типа противовес дейсің сразу. Иә, сол кезде адам қарама-қайшылықты болады, сондай да. Сосын мынандай бір идея бар, бұл бұны типа подкаст ретінде шығармаса да болады, просто как идея ретінде мысалы дебаттағы махаббат деп таңдап алып, Диас мырза, там Нұрсан Нұрсипат, сосын тағы бір қыз шақырып, и соның қасына тағы бір анау вообще анау традиционный жүрген адамдар бар ғой вообще ше, соларды шақырып қойып та қырылыңдар деу керек қой ортада. Мынаны салжыментер бірақ мына сөзді. Или былай істеуге болады. Анау бізде анау Асылхан аға, Қуаныш мырза, там тағы кім бар, тағы соңғыстан адамдарды шақырып алып, вообще басқа более серьезный темалар тақылауға болады. Олардың ақылы жетеді, олардың білімі жетеді деген сияқты. То есть адамдарды контент бойынша біріктіруге болады тағы да. Жалпы уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Все, жақсы. Давайте. Сау болыңыздар. Мен негізі подкаст жазылып біткеннен кейін өзімнің пікірсайысшыларға өзімнің ойымды, ниетімді бір айтқым келіп жүрген бір жоспар, ой сияқты бар еді. Сол подкасттың кезінде ұмытып кетіппін шыны керек айтуды. Соны кейіннен біткеннен кейін барып есіме түсті. Соны есіме түскеннен кейін барып Бекмұхамед мырзаға өтініп, соны подкастты пайдаланып барлық пікірсайысшыларға айтсам деп өзім шешім қабылдадым. Сол менің айтқым келгені, біз элита пікірсайыс клубы ашылғаннан кейін қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып жүрдік балалар үйіне. Және оны біз ғана емес, барлық пікірсайыс клубтары жасайтынын білем. Қайырымдылық концерттерін, сондай сияқты бір қайырымдылық іс-шараларды ұйымдастырып жүретін. Сол секілді бізде бір балалар үйіне бардық. Сол кезде сол балалар үйінің завучымен, ағаймен сол мәселені талқылап, маған сол балалар үйінің жағдайын таныстырып отырды. Мен өзім рұқсатымды сұрап, іс-шара өткізуге, концерттік бағдарлама өткізуге рұқсатымды сұрап отқан кезде негізі айтқан болатын. Бізге осындай пікірсайыс клубтары келіп, осындай концерттер ұйымдастырып кетейікші деп бізге айтады, өтініп келіп. Әрине біз рұқсат береміз. Бірақ бір сіздерге де бір айтқым келетін өзімнің ойымда жүрген дүние бар деп маған айтқан болатын. Ол кісінің ойы балалар үйінде 18 жасқа дейін жүреді ғой, сол балалар үйінде. Ол жерде белгілі бір дәрежеде тәрбие, білім беріледі. Одан шыққаннан кейін, балалар үйінен шыққаннан кейін олардың жауапкершіліктері, яғни өздерінде қалады да, олар жұмысқа тұрса да, оқуға түссе де аса бір қатты жауапкершілікті алмайды балалар үйі. Соған айтқан болатын, сіздер пікірсайыс клубтары болсаңыз, бізге келіп
осындай балаларға осындай пікірсайысты үйретсеңіздер қалай болады? Осы уақытқа дейін келіп бізге пікірсайыс клубтары концерт қойып кеткен, оларға да сондай ұсыныс жасадым, бірақ олар тек қана осындай концерт бағдарлама ғана ұйымдастырып кетті, бірақ ары қарай ондай нәрселер бізге жасай алған жоқ. Бұл менің өтінішім деді да. Шын мәнісінде ол кісінің айтпағы, балалар үйіндегі балалар өз ойын ашық айтудан кішкене қорқақтайды. Соның нәтижесінде олар жұмысқа тұруға немесе белгілі бір тұлға болып дамуда кішкене артта қалып жатыр да. Оның ішінде тек қана кейбір ғана балалар өздерін алға қарай тартып шығады. Соған маған да сондай бір ұсыныс жасады да, солай болса жақсы болар еді. Белгілі бір сағат бөліп берсем, пікірсайысқа кішкене де болса азды көпті үлестеріңізді қосып, балалардың ойын жинақтауына, ойын ашық жеткізуге, қорықпауға, бір жұмысқа тұрар кезде өздерінің ойын ашық білдіріп, еркін түрде маңызды нәрселерді шешуге көмектеріңіз болса екен деп сондай ұсыныс тастаған болатын. Соны мен ұзақ ойланып жүрдім да, негізі. Шыны керек мен сондай жасағым келді, бірақ қолымнан негізі ол өзім енді ашылып жатыр. Біз өзіміздің әлі дамып жетіліп жатқан жоқпыз. Енді ғана қадам басып келе жатқаннан кейін пікірсайыстағы адамдар, жаңағы пікірсайысшыларға, федерацияларға, Қазақстанның пікірсайысшыларына айтқым келген болатын негізі. Соны көптен бері көкейімде жүрді де, енді бұл нәрсенің қаншалықты нәтижесі бар, жоқ екенін білмеймін. Бірақ осы подкастты шығатын болғаннан кейін, осыны пайдаланып, барлығы еститін болғаннан кейін өз ойымды айтып жеткізіп отырмын. Оны енді естігеннен кейін шынымен де ол қалай жүзеге асыруға болады, бола ма жүзеге асыруға, осындай да бір азды көпті өзіміздің көмегімізді тигізе аламыз ба, сол жағын мен осы пікірсайысшылардан негізі сол пікірсайысшылармен ақылдасып, өздерінің ойларын білгім келген болатын. Егер сондай жағдай болатын болса, бірігіп, сондай бір көмек қолын созсақ деген бір ниетім бар. Соны өтініп Бекмұхамед мырзаға осы подкасттан кейін жеткізіп сіздерге жатырмын. Ол үшін көп рахмет Бекмұхамед мырзаға маған осындай мүмкіндік тағы да бергеніне.